Бүгін сіздерге берекелі тағамдар каналында осындай штрудель жаппасай тағамының жасалу жолын ұсынамын. Видео ұнаса, лайк басып тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: болгар бұрышы, пияз, сәбіз, орамжапырақ, қызанақ, картоп және сарымсақ және сиыр еті. Ең алдымен біз пиязымыз бен етімізді турап дайындап аламыз. Бір пиязымыз тағамға қосуға арналады, ал екіншісі жаңағы штрудельға қамырдың ортасына саламыз. Етімізді осылай төрт бұрыш етіп тураймыз. Етімізді турағанша майымызды қыздырып қоямыз. Майымыз қызған соң алдымен пиязымызды қуырамыз. Сәл қызарып қуырғаннан кейін етті қуырамыз. Етті әбден сөлі шыққанша қуырып аламыз. Пиязымыз бен ет қуырылғанша біз қызанақ пен сәбізді турай береміз. Қызанақты да төрт бұрыш етіп, сәбізді де төрт бұрыш етіп тураймыз. Сәбіздің бізге жартысы ғана жеткілікті, жартысы жаңағы қамырдың арасына қосамыз. Және бір қасық томат қажет болады. Міне етіміз қуырылып жатыр. Сәбізімізді қуырамыз. Сәбізімізде қуырылғанша басқа заттарды турай береміз. Бізге бір болгар бұрышының жартысы қажет. Төрт бұрыш етіп турап аламыз. Және орамжапырақты да төрт бұрыш етіп тураймыз. Бұлардың барлығын бірге салатын болғандықтан бір ыдысқа салып дайындап алсаңыздар болады. Етіміз қуырылып дайын болып қалған сияқты, сондықтан қызанағымызды қуырып жібереміз. Сарымсақты да ұсақтап тураймыз. Яғни чеснок. Ал картопымызды үлкендеу етіп бөліктерге бөлеміз. Себебі картоп ұсақтау қылсақ, ол езіліп кетуі мүмкін. Міне осылай дайындап алдық. Енді томатымызды қосып, сәл қуырылғаннан кейін суын құйып, астын қатайтып, жаңағы етіміз біраз піскенше қайнатамыз. Етіміз қайнап піскенше қамырдың ішіне салатын салмасын дайындай береміз. Ол үшін бізге бір пияз және кішкене жарты сәбіз және укроп қажет. Укроп кішкене солып қалған болса да жарай береді. Осылай барлығын бір ыдысқа салып дайындап қоямыз. Сәбізімізді ұсақ үккіштен өткіземіз. Енді біз қамырымызды илеп қоямыз. Қамырымыз үшін ұнға
1 жұмыртқа, кішкене шымшым тұз және 1 стақандай жылы су қажет. Қатты емес, жұмсақ емес, орташа қамыр илеп, тынғанша бетін жауып қоямыз. Міне біз қамырымыз тынды. Енді оқтаумен жақсылап жаямыз. Қамырымызды осылай әбден жайып аламыз, шұқалап. Егер де шет жақтары қалыңда болса, осындай кішкентай оқтаумен басып жіберсеңіздер болады, жұқартып жіберсеңіздер болады. Міне біздің тағамыз қайнап жатыр. Жарты қасық тұз қостым және де қалған жаңағы дайындап қойған көкөністерді қостым. Және астын кішкене қатайтып қоямыз. Көкөністеріміз қайнағанша біз штруделімізді дайындаймыз. Ол үшін жаңағы турап қойған заттарымызға жарты ас қасық тұз, кішкене қара бұрыш себеміз, және 2-3 үлкен қасықтай сұйық май құямыз. Мен мөлшерлеп құйдым. Барлығын жақсылап араластырып, жаңағы жайылған қамырымыздың ортасына саламыз. Осылай жақсылап шеттеріне барлығына жайып алғаннан кейін, осылай қатты емес, орташа етіп ораймыз. Қатты тартып орамаңыздар, онда қамырларыңыз тығыз болып қалады. Осылай ораймыз да тақтайға қойып, турап аламыз. Турап болғаннан кейін біз жаңағы қайнап жатқан салмамыздың үстіне саламыз. Міне, тағамымыз қатты қайнап жатқан болу керек. Сол кезде жақсы тезірек піседі. Астын сәл баяулатып қоясыздар. 10-15 минуттай піседі. Міне, пісіп шықты әдемі болып. Енді осындай үлкендеу табаққа әдемілеп саламыз. Үстіне осындай көк пиязбен әдемілесеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады, балаларға да қатты ұнайды. Әдемі көрінеді, жасап көріңіздер, ас болсын.